Брайан Трейси мақсатыма жетемін қалағанымның бәріне өзім ойлағаннан да тезірек қалай қол жеткізуге болады. 3 бөлім. Менің жылына 4 кітап жазып, оны баспалардан шығаратыным белгілі. Мен бір кітапты 4 жылда да жаза алмайтын адамдарды білемін. Сол адамдар осынша кітапты қалай жазасың деп сұрап жатады. Мен бұл өте қарапайым, барлық мәселе жоспар жасауда деп жауап беремін. Ең маңыздысы мынау, кітапты жазуды бастағанда бірінші үлгіні аяқтамайынша үзіліс жасамаймын. Адамдар менен мақсаттарымды артықшылығына, кезегіне қарай жоспар жасауға уақыт кетіретіндігімді ескеріп, кітаптарымды қалай тез жазып тастайтындығымды жиі сұрайды. Сол себептен де мен ғаламтордағы сайтыма өзімнің жоспар жазу тәсілімді шығарып қойдым. Қазір ол сол жерде басқа да ақпарат материалдарымен қатар бәрінің қол жететін жерде тұр. Егер сіз кітап жазғыңыз келсе, сайтқа кіріп, кітапты қалай жазу жайындағы түсіндірмені көшіріп алыңыз, бірінші қадам жасаңыз, және кітапты жазып бітіргенге дейін жоспар бойынша ілесіп отырыңыз. Мен бірнеше жылдан кейін Нью-Йорк Таймстың кітаптарға шолуының ең өтімді кітаптар тізімінен сіздің есіміңізді көретініме сенімдімін. Мен сізге бір жаттығу бергім келеді. Ол өте қарапайым және жылдам әдіс. Оны бүгін, тіпті қазір осы бетті оқып біте салысымен қолданып көруіңізге болады. Өзіңізге бүгінгі күнгі менің ең маңызды 3 мақсатым қандай деп сұрақ қойыңыз да, оған тез арада 30 секундтың ішінде жауабыңызды жазыңыз. Бұл жаттығуды өзіңіздің жұбайыңызға, балаларыңызға ұсынып көріңіз. Біз егер адамның ойлануына 30 секунд берілсе, оның жауабы 30 минут не 3 сағат ойланған адамның жауабымен бірдей болатынын байқадым. Егер сіз мақсатыңызды қысқаша тұжырымдағыңыз келсе, онда сұрақты былайша қоюға болады. Мансап пен пайданы өсіру тұрғысынан менің ең маңызды 3 мақсатым қайсы? Менің ең маңызды ұлттық 3 мақсатым қандай? Менің денсаулыққа байланысты ең маңызды 3 мақсатым қандай? Менің қаржыға байланысты ең маңызды 3 мақсатым қандай? Өзіңіздің жауаптарыңызды, мақсаттарыңызды жазыңыз. Сіз өзіңіздің мақсаттарыңыздың, шынайы мақсаттарыңыздың көрінісін шұғыл түрде суретке түсіріп алғандай боласыз. Адамдардың көпшілігі мақсат туралы айтқан өздерінің жауаптарына ерекше таңырқайды. Бір әйел менің семинарыма келіп көзіне жас алып айтқаны, мені ақшаландатпайды, мені тек адамдар ғана қызықтырады. Сіздің негізгі мақсатыңыз сіздің өміріңізді ретке келтіруге мүмкіндік беретін орталық нүктесі, қағидасы болады. Сіз 10 мақсаттан тұратын тізім құрып, оның ең маңызды біреуін таңдап алғаннан кейін осы мақсат сіздің барлық қызметіңіздің бастапқы нүктесі болады. Осы мақсат турасында сіз жұмыс жасап және әрдайым таңертең тұрғанда есіңізге түсіресіз. Сіз ол туралы күні бойына ойланасыз және айтасыз, кешке қарай көз алдыңызға елестетесіз, армандайсыз. Бұдан кейін сіз мұның алдында айтқанымыздай мақсат қоюға қатысты жаттығу жасайсыз. Сіз бәрін жазасыз және мақсатыңызды өте дәл, бүге шегесіне дейін нақты етесіз. Сіз жоспар құрасыз, мақсаттың орындалу уақытын, сондай-ақ қажет болса, екі арадағы кезеңді де белгілейсіз. Есіңізде болсын, мүмкін емес мақсат деген түсінік жоқ. Тек мүмкін емес мерзім бар. Егер сіздің мақсатыңыз белгілі бір мөлшердегі ақшаны табу болса, оның мөлшеріне уақытша шек қойыңыз. Белгіленген мерзім аяқталғанда қажетті мөлшердегі ақша сіздің шотыңызда жату керек. Адамдар кейде, ал егер сіз оны көрсетілген уақыт ішінде таба алмасаңыз, не болады деп сұрайды. Онда сіз басқа мерзім қоясыз, оны өзгертуге де болады. Кейде сіз бір нәтижеге ертерек қол жеткізесіз, кейде кешігіп жетесіз. Мысалы, сіз өзіңіздің дене бітіміңіздің әдемі болғанын қаласаңыз, бірнеше сурет басылған журналдарды қарап шығыңыз, және бір спортшының не өзіңіз ұқсағыңыз келген бір үлгіні таңдап алыңыз. Суретті ұқыптап қиып алып, ол адамның бетінің орнына өзіңіздің бетіңіздің суретін жапсырыңыз. Өзіңіздің жаңа суретіңізді әрдайым көріп тұру үшін тоңазытқышқа не ваннадағы айнаға іліп қойыңыз. Сіздің де дене бітіміңіз келіскен сол суреттегідей болатынына өзіңізді сендіріңіз. Әрі қарай сіздің сана сезіміңіз сіздің тәбетіңізді, әдетіңізді, күн тәртібіңізді, жаттығуларыңызды ыңғайлай бастайды. Сана сезім сізді іштей басқара отырып, суретті шындыққа айналдыру үшін ол сізді тәртіпке келтіреді. Егер сіз әдемі автокөлігіңіздің болғанын қаласаңыз, ең алдымен қолға алатыныңыз дүкенге барып оған мініп көру. 1-2 рет отырып айналып көріңіз, газды, тежегішті басыңыз, көлікті сезініңіз, иісін иіскеңіз. Осы көліктің суреттері басылған буклет сұрап алып, оны үйіңізге іліп тастаңыз. Өзіңізді жай ғана осы көліктің егесімін деп есептеңіз. Міне, тағы бір жаттығу. Мұны мен өзімнің сабақтарымда үйретемін. Бұл жаттығу менің өмірімді өзгертті. Өзіңізге 100-150 теңгеге бір жазу кітапшасын не блокнот сатып алыңыз. Сосын ертеңнен бастап күнде таңертең ұйқыдан тұрған кезде басқа істерді бастамас бұрын блокнотты ашыңыз да жоғары жағына бүгінгі күнді жазыңыз. Сосын 10 мақсатыңызды жазыңыз. Оларды осы шақпен және нақты түрде жазу керек. Алдыңғы беттерге үңілмеңіз, бұрын не жазғаныңызға ешқашан қарамаңыз. Жай ғана әр күні жаңадан 10 мақсатыңызды жазсаңыз болды. Бірінші кезде мақсаттар ұқсас келеді.
Екіншісінде мақсаттар артықшылығына қарай орындары ауысады. Үшіншіде мақсаттардың орны тағы да ауысады. Мұны аптадан аптаға дейін жалғастыра беріңіз. Бірінші айдың аяғында сіз бастапқыда жазып жүрген кейбір мақсаттарыңызды жазуды тоқтатқаныңызды байқайсыз. Сонымен бірге кейбір мақсаттарыңызды сол бұрынғы сөздермен жалғастырып күн сайын жазып отыруды байқайсыз. Мен әр күні өзімнің 10 мақсатымды жазып жүрдім. Саяхатқа шыққан кездерімде блокнотымды өзіммен бірге жолға алып шығып, жазуды жалғастыра беретінмін. Мен сіздерге уәде беремін. Егер мақсаттарыңызды күнделікті жазып жүретін болсаңыздар, сіздің өміріңіз тіпті қазір ойыңызға келмейтіндей өзгереді. Нәтижесінде қатты таңқаласыз. Сіз өз өміріңіздің, өзіңіздің қалаған бағытыңызға қарай тез жылжи бастағанына көз жеткізесіз. Сіз бұрынғыдан да жақсы түсінетін боласыз. Сізде жаңа ойлар пайда бола бастайды. Сезімталдығыңыз артады. Футболдағы допты иемденген спортшы бар ойынның орталығы болғаны сияқты сіздің негізгі мақсатыңыз да допты ұстап тұрушы болады. Негізгі мақсатпен жұмыс істей отырып, сіз басқа мақсаттарда да жетістіктерге жете бастайсыз. Бір уақыттарда сіз ол мақсаттарға да жетесіз. Сол кезде тізіміңіз де азаяды. Бұдан кейін жаңа парақ алып, жаңа мақсаттарыңызды жазасыз. Күніге 10 мақсат жазыңыз. Егер сіз мұны бүгіннен бастап күн сайын бір ай бойына жасайтын болсаңыз, сіздің ойыңызға да келмеген соншалықты көп жұмыстарды жасап, көп нәрселерге қол жеткізетініңізге кепілдік беремін. Адамдар сіздің мүлдем басқа адамға айналғаныңызды байқайды. Сіздің күш-қуатыңыз, дәлелдеріңіз, құлшынысыңыз және өзіңізге деген сеніміңіз артады. Сіздің қарағаныңыз барынша нақты, ал қол қысуыңыз барынша мықты болады. Таңертең ұйқыдан сергек және жеңіл тұрасыз. Мақсаттардың тізімін жасап, олармен жұмыс істеу сіздің өміріңізді өзгертеді. Мақсаттарыңыз қандай болса да, оған тұрақтылықпен ден қою арқылы жету керек. Қандай жағдай болса да мақсатқа қарай талпынуды тоқтатпауға алдын ала шешім қабылдаңыз. Талай мәрте мақсатыңызды қайта қарап шығуға, жаңадан жоспар құруға тура келуі мүмкін. Мүмкін сізге 10 ретте дұрыс шығу үшін бір нәрсені 9 рет байқап көру керек болар. Негізгісі, қандай жағдай болса да әрекетті тоқтатпаймын деп, өзіңізге алдын ала шешім қабылдаңыз, сөз беріңіз. Сіз Energizer батарейкаларының жарнамасындағы қояндар сияқты қозғалуыңызды жалғастырасыз. Сіз алға қарай жылжи бересіз. Егер сіздің жоспарыңыз толығымен іске аспай қалса, өзіңізге қайтадан сұрақ қоясыз, басынан аяғына дейін қайта ойластырып, жоспарларыңызды қайта жазып, бәрін қайтадан бастайсыз. Әр күні өзіңіздің негізгі мақсатыңызға септігі тиетін бірдеңе жасайсыз. Әрдайым өзіңізді дұрыс бағытқа келтіріп отырып, өзіңізге мен жеңілмеймін. Мен мұны істей аламын. Мен ойыма келгеннің бәрін іске асыра аламын дегенді айтасыз. Есіңізде болсын, бұл мақсаттарға қатысты болмай қалды деген түсінік жоқ. Тек қана қарсы жауап беру бар. Қарсы нәтиже, ол да нәтиже. Кез келген табысты адам мақсатқа жету жолында қайта қателеседі. Ол өмірден сабақ алады, егер үнемі әрекетте болмаса, ол оған жолықпас еді. Ештеңе істемейтін адам ғана өмірде қателеспейді. Жеткен нәтижелеріңіз кейде бастапқыда ойлағаныңыздан әлдеқайда басқаша болып шығуы мүмкін. Ерте ме, кеш пе, адамдар тұрақты ештеңе жоқ екенін, жағдай кез келген уақытта өзгеруі мүмкін екенін түсінеді. Ал енді оның қалай өзгеретіні сізге байланысты. Бұл кітапта берілген ойлар олар әмбебап, оларды қайта тәжірибеден өткізу қажет. Және ең алдымен, істейтініңіз өзіңіздің өмірдегі ең маңызды 3 мақсатыңызды жазу. Сосын блокнотыңызды алып, әр күні ең маңызды 10 мақсатыңызды жазып отырасыз. Мен дүние жүзінен осы 10 мақсат әдісі менің өмірімді толығымен өзгертті деген мыңдаған хаттар аламын. Лайк басып арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.